Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге чеснок суының пайдасы жайлы айтатын боламын. Алдымен арнаға жазылып лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз, олар да біліп жүрсін. Чеснок суының пайдасы. 1. Иммундық жүйені күшейту. Чеснок құрамындағы антиоксиданттар мен антибактериалды қасиеттері иммундық жүйені нығайтып, ағзаны вирустар мен инфекциялардан қорғауға көмектеседі. 2. Қан қысымын реттеу. Чеснок суы қан қысымын төмендетуге және жүрек қан тамырлары жүйесін қорғауға көмектеседі. Зерттеулер чесноктың гипертониямен күресуде тиімді екенін көрсеткен. 3. Қан айналымын жақсарту. Чеснок суы қан айналымын жақсартып, артериялардың кеңеюіне ықпал етеді. Бұл жүрекке түсетін ауыртпалықты азайтады. 4. Құрамында антибиотиктік әсер бар. Чесноктың құрамындағы аллицин мен басқа да қосылыстар оның табиғи антибиотик ретінде әрекет етуіне себепші болады. Бұл денедегі бактерияларды өлтіруге көмектеседі. 5. Ағзаның токсиндерден тазалануы. Чеснок суы ағзадағы токсиндерді шығарып, детоксикация процесін жақсартады. Бұл әсіресе асқазан мен бауырды тазарту үшін пайдалы. 6. Қандағы холестерин деңгейін төмендету. Чеснок суы қандағы жаман холестерин деңгейін төмендетуге көмектесіп, жүрек ауруларының алдын алуға ықпал етеді. 7. Қант диабетін бақылау. Зерттеулер чесноктың қандағы қант деңгейін төмендетуге көмектесетінін көрсеткен. Диабетімен ауыратын адамдар үшін жүйке жүйесін жақсарту. Чеснок жүйке жүйесін тыныштандыруға көмектеседі, стрессті жеңілдетіп, ұйқы сапасын жақсартады. 9. Ас қорытуды жақсарту. Чеснок асқазан ішек жолдарының жұмысына жақсы әсер етеді. Ас қорытуды жақсартып, газдарды және қабынуды азайтады. 10. Қартаю процесін баяулатуға ықпал етеді. Чесноктағы антиоксиданттар терінің қартаюына қарсы күресіп, оның жас көрінісін сақтауға көмектеседі. Қолдану әдісі. Чеснок суын дайындалған чеснокты тұзды немесе жылы суға қосып ішу арқылы қабылдауға болады. Бірақ күнделікті мөлшерден асырып ішпеуге кеңес беріледі. Ескерту: егер сізде асқазан аурулары, гастрит, асқазан жарасы болса немесе аллергия болса, чеснокты қолданарда абай болыңыз және дәрігермен кеңесіңіз. Чеснок суының басқа пайдалы әсерлері туралы қосымша мәліметтер. 1. Жұқпалы аурулардан қорғау. Чеснок суы, оның ішінде аллицин, бактерияларды, вирустарды не саңырауқұлақтарды жойды. Бұл су түріндегі чеснок иммундық жүйенің жұмысын қолдайды, инфекцияларға қарсы қорғаныс жасайды. 2. Тері ауруларына қарсы тиімді. Чесноктың құрамында антибактериалды қасиеттер бар. Ол тері ауруларын, мысалы теріге шығып қалатын бөртпелер, акне және дерматит емдеуге пайдалы болуы. Чеснок суын теріге жағу арқылы қабынуды азайтуға болады. 3. Құлақ ауруларының алдын алу. Чесноктың антисептикалық қасиеттері оны құлақ ауруларын алдын алуға және емдеуге қолдануға мүмкіндік береді. Кейбір адамдар чеснок майын құлаққа салып немесе қарапайым чеснок суын пайдаланып емделеді. 4. Ішкі ағзаларға пайдалы әсері. Чеснок суы асқазан мен ішек флорасын жақсартуға көмектесіп, ас қорыту жүйесінің жұмысына жағымды әсер етеді. Қабыну мен ісінуді азайтады, сондай-ақ ішек паразиттермен күресуге көмектеседі. 5. Қалқанша бездің жұмысын жақсарту. Чеснок суы қалқанша бездің жұмысын ынталандыратын пайдалы әсерлерге ие. Оның құрамындағы селен мен басқа да пайдалы элементтер гормондарды теңгеруге көмектеседі. 6. Тыныс жолдарын тазалау. Чесноктың табиғи қабынуға қарсы қасиеттері тыныс жолдарын тазартып, жөтел мен тұмаудан айықтырады. Ол әсіресе тұмау мен бронхит кезінде пайдалы. 7. Терінің тазалығын жақсарту. Чеснок суы терідегі токсиндерді шығаруға және қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Теріге байланысты мәселелерді, мысалы, бөртпелер шешуде тиімді болуы мүмкін. 8. Қант диабетімен күрес. Чесноктың құрамындағы күкірт қосылыстары қандағы қант деңгейін бақылауға және инсулиннің әсерін арттыруға көмектеседі. Бұл қант диабетімен ауыратындарға пайдалы болуы мүмкін. 9. Қартайған теріге жақсы әсер. Чесноктың құрамындағы антиоксиданттар терінің қартаюын баяулатып, терінің икемділігін арттыруға ықпал етеді. Ол ерте әжімдердің пайда болуын болдырмайды. Қолдану тәсілдері.
1-2 тіс чеснокты майдалап, 1 стакан жылы суға салып 10-15 минут тұндырыңыз. Содан кейін бұл суға лимон шырынын қосып, аш қарынға ішіңіз. Чеснокты балмен араластырып тұтыну арқылы иммунитетті нығайтуға болады. Ескерту: чеснок суын көп мөлшерде ішу ішек және асқазанға теріс әсер етуі мүмкін, сондықтан оны өте абайлап қолданған жөн. Чеснок суының басқа пайдалы қасиеттерімен қолданылуы туралы қосымша мәліметтер. 1. Қан айналымын жақсартады. Чеснок суы қан айналымын жақсартуға, жақ қысымын төмендетуге. Бұл әсіресе жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуда пайдалы. 2. Дәрумендер мен минералдар. Чеснок суы құрамында А дәрумендері мен селен, кальций, темір, магний және фосфор сияқты минералдар бар. 3. Қалқанша безге пайдалы. Чеснок құрамындағы йод пен күкірт қосылыстары қалқанша бездің жұмысын жақсартып, гормондар деңгейін тұрақтандыруға көмектеседі. 4. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Чеснок суы асқазанның жұмысына пайдалы әсер етеді. Ас қорыту процесін жеңілдетеді. Іш қозғалысы. 5. Құрамындағы антиоксиданттар. Чеснокта антиоксиданттар көп. Олар ағзадағы бос радикалдарды жоюға көмектеседі. Бұл қартаю процесін тежеп, денсаулықты сақтайды. 6. Тері күтімінде қолдану. Чеснок суын бет терісіне жағу арқылы безеулер мен қара дақтарды емдеуге болады. Ол терідегі қабынуды азайтып, теріні жаңартады. 7. Иммунитетті нығайту. Чеснок суы ағзаның қорғаныс күштерін арттырады. Ол вирустар мен бактерияларға қарсы тиімді күрес жүргізеді, әсіресе суық тию және тұмау кезінде пайдалы. 8. Тыныс алу жүйесі. Чесноктың антибактериалды қасиеттері тыныс алу жолдарын тазартып, жөтел мен тұмауды жеңілдетеді. Ол өкпе ауруларымен күресуге көмектеседі. 9. Зиянды холестеринді азайту. Чесноктың құрамындағы аллицин холестерин деңгейін төмендетуге ықпал етеді. Бұл жүрек ауруларының алдын алуға көмектеседі. Қолдану тәсілдері. Чеснокты түйіп, жылы суға салғаннан кейін, таңертең аш қарынға ішіңіз. Бұл денені тазартып, иммунитетті күшейтеді. Сонымен қатар, оны түрлі салаттарға қосып, күнделікті тамақтану режиміңізге енгізе аласыз. Ескерту: чеснокты шектен тыс пайдалану асқазан мен ішекке ауыртпалық түсіруі мүмкін. Сондықтан оны аз мөлшерде және жеке ағзаның ерекшеліктеріне қарай қолданған жөн. Видео пайдалы болса, арнаға жазылып достарыңызбен бөлісе отырыңыз, оларда біліп жүрсін. Назарларыңызға рахмет.